Оқырмандар, көптен бері маған келіп жатқан сұрақтардың көбі менің ақша потогым ашық па, яғни маған ақша келмейді, әрекет жасасам да келмей жатыр, қалай ақша потогымды ашуға болады, яғни блоктамын деген сөз. Бұны қалай ашу керектігі туралы осы видеода айтатын боламын. Ақша күнкөріс қамы үшін ғана емес, армандарды орындап алға жетелейтін мотивациялық құрал. Ақша потогымызды ашылғанда сіздің қаржыңызға деген көзқарасыңыз қалыпқа келеді. Жоқ, жетпейді, күйін таппайды, бізге ондай қайда, ойбай, қымбат деген сөздерді айтпайсыз. Ақшаны өмірдің мәні емес, жай күнделікті қажетке жарайтын құрал ғана деп қарай бастайсыз. Кішкентай нәрсе болса да қиналмай, экономдамай, өзіңізді еркелетіп еркін сата аласыз. Қарыздарыңыз ақырындап жабылады, және біреу берешегі бар болса, көп өтпей әкеліп береді. Бұл сіздің ақша потогыңызды ашылғанын білдіреді. Ал ендеше ақша потогын ашатын 5 кеңеспен бөлісетін боламын. Алдымен біреудің ақысын жеп, ала жібін аттамаңыз. Сөзбен болса да біреудің көңіліне салған қаяу алдыңыздан қарыз болып шығады. Екінші, алғыс айта білу. Алла тағаладан бастап, әр жұтқан ауаңызға, ескі де болса киіміңізге, жалдамалы болса да пәтеріңізге шүкір етіңіз. Шүкір еткен сайын нығметіңді арттырамын деген Хақ тағаланың уәдесі бар. Әр күнімізге алғыс айтып, шүкір етуді ұмытпайық. Үшінші, садақа беріп тұрыңыз. Шамаңыз жеткенше жетім-жесірлерге, дертке шалдыққанға, жағдайы төмен отбасыларға көмектесіңіз. Тіпті құсқа жем шашып кетсеңіз де садақа болады. Төртінші, тазалық. Үйдегі артық зат энергияны жейді. Қажет емес дүниелерден, киімнен, ыдыстан, тағы басқа арылып, толық жинап, тазалап отырыңыз. Ескі затты кетіріп, жаңа дүниеге, мол табысқа орын босатыңыз. Бұл дегеніміз, көптен бері пайдаланбай жүрген заттарыңыз болса, келмеген киімдер болса, оларды беріп, бір адамға берсеңіз болады. Немесе тастайтын заттар болса, тастаңыз. Оның орнына жаңа зат келеді. Бесінші, еңбек ету. Ештеңеден қорықпай бастап кету. Есіңізде болсын, қолыңыздан не келетінін жасап қана біле аласыз. Іске кіріспей, мидағы қорқыныш артқа тарта береді. Қателік жасаудан қорықпау керек. Сол үшін де тәуекел етіп, әр істі бастағанда тәуекел деп, Аллаға тәуекел етіп бастап кетіңіздер. Төменге мен ақша потогым ашық деп жаза кетіңіз. Айту арқылы, жазу арқылы армандар орындалады. Баршаңызға сәттілік, бай миллионерше оқырмандар болыңыз.